Әке шешем ауылда деп айтады дейді ғой, болды. Айта ма екен? Әке шешем ауылда деп айтатын болар енді деп ойлаймын ғой өзімнің. Басқа жоқ, кіргізбейді. Ешкімді кіргізіп тұрған жоқ. Енді сөйлесетін болармыз, сот бірдеме өткізсін. Бірақ тілге келіп, өзі жағдайын айта алатындай деңгейде екен, хабарыңыз бар ма? Жоқ. Мен хабарым жоқ. Вообще көрсетпей тұр, ешкімді көрсетпегесін, біз білмейміз ғой. Бетпен-бет сөйлесіп, біраз сөзін сындасақ, онда айтар едік. Біз жүріп көрген жоқпыз. Қалай алып келді, солай салып тастады ғой, солай жатыр. Әйтеуір тірі екеніне шүкір етіп отырып қой. Және сәтшамали процесс барысында сіздің қазірдің өзінде күлкіңізді жия алмай отырсыз. Мінез құлқыңызды барлығын ескерді. Сіздің процесс барысында жәбірленушінің сөздеріне күліп отырғаныңызды сот сізге жаза тағайындаған кезде барлығын да баға беріп ескерген болатын. Сіз әлі күнге дейін өз әрекетіңіздің қоғамға қауіптілігін түсініп отырған сияқтысыз. Және де өзіңізді қанша ақтауға тырыссаңыз да, сіздің әрекетіңіз ешқандай заңның алдында ақтауға келмейді. Егер де басқа сұрақтарыңыз жоқ болса, бас сот талқылауы жабық деп жарияланады.